Эко жасатуға рұқсат етіле ме? Егер рұқсат болса, қандай шарттары бар дейді. Фатуасы бар. Фатуасында болады деп айтылады. Сенің күйеуің болу керек, яғни некедегі адам болу керек. Сенімді дәрігер болу керек. Табиғи жолмен көтере алмайтын болу керексің. Яғни бет албатты барып жасай беруге болмайды. Показания болу керек. Одан кейін барып сенімді дәрігер болу керек. Мұсылман болсын деген сөз қоспаймыз. Өйткені дәрігер мұсылман болмауы да мүмкін. Ол енді бала сүю керексің, соқтан қарап отырмайсыз. Мұсылман болса предпочтение жақсырақ. Мұсылман болмаса мұсылмансың ба деген сөз жоқ. Жасата бересіздер. Сенімді болсын деген сол. Екеуінің сенімді не үшін? Сіздердің рухтарыңызды шатастырмайды. Басқа біреудің ақша үшін Құдайдан қорқады да, мына ақша біреудің несін алып кеп қоймайды. Енді мен осы нәрсені полный неге өткізсе екен деп сұраған бір осындай орталыққа барғанымда, Ләйла Сұлтан қызы да осындай мәселе болғанда, біз бұл мәселені дәрігермен кездескенде айтқан мен, не болу керек? Полный контроль. Енді спермограмманың алып атқаны көрмей, сол спермограммадан шыққан ұрықтан бастап, полный циклы аудио-видео фиксацияда өтіп, соның полный под микроскоп под камерой сол жасалып, содан кейін сол қолдан ұрықтандырылған полный от начала до конца. Содан кейін енді сол ұрықтың енді әйелдің жатырына қайта салғанды көрсетпесе де, әйтеуір сол промежутке дейінгіні таза көрсетсе, бұл кішкене сенімді арттырар еді деп айтқам. Сондай деп есептеймін. Егер сондай дәрежеде сеніміңіз болатын болса, онда баруға болады, ешқандай мәселе жоқ.